Ой, үйде жатып іш пісіп кетті ғой. Мына компьютерде нервімді құртып, барлық уақытым осыған кетті. Қыздар, не деп тұрсыңдар? Ей, Аружан, Маржан, не болды? Жоқ, ештеңе, жай әңгімелесіп тұрғанбыз. Қыздар, давайте үйден тамақтана бермей, күшті природада, табиғатта отырып, бірге пикник жасамадық ба? Қалай ойлайсыңдар? Давайте өз ойларыңды айтып кетіңдер енді. Үйде жатып та іш пісіп кетті ғой, просто. И то табиғатта тамақ жеген бөлек қой. Қыздар, уже мен киімімді ауыстырып алдым ғой. Міне дайынмын, кеттік пикник жасаймыз ба? Мен де болдым. Қыздар, мен сендерге айтып жатырмын ғой, не қиялданып отырсыңдар? Давайте пикник жасайық деймін. Ок, давайте жасайық онда. О, молодец, Аружан. Маржан, енді айтсаңшы сенде. Пикник қалай болады екен? Не қалай болады екен? Күшті емес пе? Табиғат аясында өзіміз отырып бірге ойнаймыз, кітап оқимыз, әңгімелесеміз, тамақтар жейміз. Күшті ғой пикник деген. И то қазіргі ауа райын қарасаңдаршы. Ал қыздар, дайынбыз. Енді кеттік, қай жаққа барамыз? Не істесек болады екен, а? Так, көп болды я шынымен де осылай пикникке шығып отырмағалы. Далада күшті кайф болып тұр ғой, енді айта алмаймын, сөзсіз. Отырсаңдаршы. Ойбай, сразу алыпсың ғой Аружан рөлді. Мен жаққа үшеуміз симаймыз ғой. Мен артта отырмайтын шығармын енді. Симаймыз. Басқа машина жоқ па? Әсем. Ой, Аружан, басқа машина алсаңшы. Ой, қазір. Так, онда күтіңдер, басқа машина бар еді ғой, бізде соны алдыртайын. Я сөйтсеңдерші, әйтпесе мен симай қалдым ғой. Так, онда кеттік мынау. Мен артына отырам ба, не тағы да? Ладно. Осы синий трактор бол, осы синий машинамен барайық онда. Құлап қалма? Жоқ, керісінше кайф. Осылай машина сыртында отырып алып, көшені қарап баратын болдым ғой. Адамдарды. Так. Не тоқтап қалдым? Жүрсеңші, кеттік. Кстати, біздің лукымыз, бүгінгі образымыз қалай болып тұр, достар, бағалап кетіңіздер. Короче, осылай, менің атым Сара, бұл менің екі подружкам Маржан и Аружан. Магазинге кіріп шақ бірінші. Я, кстати, қазір ана пикникке отырғаннан мынау жейтін заттар аламыз. Ойбай, түсенші. Тақта. Так, пикникке қазір жейтін ана мынау заттарды алуымыз керек. Не алып жатсыңдар? Сразу өте полезный тағамдарды алып жатыр біздің Аружан. Ал, так. Не алдың? Алма, банан, сосын көрмей қалдым. Тоқтасаңшы. Алма, банан, мороженое, сүт. Сүтті не істейміз пикникте? Қатырасын. Балық. Неғып кеттің? Пицца, обязательно пицца болу керек, сок. Мына жақта да Маржан ал. Бәріміз бірге. Қалып. Не істеп жүрсіңдер, Ой, достар, қараңыздар, білмеймін бұлар не істеп кеткенін. Қой, мен өзім тынышымен жүре берейін осылай қарап. Так, не алдым олар өзі? Сок, мынау алдыңдар ма барлығын? Алып жатырмыз. Осыны әдемі күшті тәтті булочкалар алыңдаршы. Кекс, печенье, бисквит. Короче, ала беріңдер күшті десерттердің барлығын. Күшті. Так, осылардың барлығын өшет бере қойсыз ба? Жарайды. Болсаншы, не істеп жүрсің? Қазір. Ой, мен онда кіршкім төлеп берейін, не кейіңіз? Болды, кеттік. Алдыңдар ма? Алдық. Ал, давайте мен өзім отыратын жеріме жайғасайын. Отырыңдар тез, Аружан, Маржан. Кеттік ал. Ал, достар, біз барлық продукттың барлығын алып шықты. Ішінде полезный заттар да бар, зиян тамақтар да бар. Короче, енді барлығы күшті отырып, ішінде тұрып қойып души. Сосын, кстати, мына машина ішінде бізде кітап, күшті түрлі карточка, ойындар, топ, короче, барлығы бар, енді не керек, барлығын алдық. Так, бірінші біз машинамызды заправкаға тоқтатып ал. На кім машина деп атқаншы? Аружан, түсіп айтасаңшы? Бірінші біз машинамызға бензин құйып алатын боламыз, потому что біз пикник яғни ұзақ жол. Оған үшін біздің машинамыз тоқтап қалмау керек. Короче, мама, не деген ұзындық мынау. Короче, міне толып жатыр біздің бензиніміз. Болды. Толды. Так, food mart дейді. Ана ішіме карточкамен ақшасын төленіп жатыр Аружан. Короче, Аружан бізде водитель болып кетті ғой.
осылай. Кеттік ал қыздар. Толды ма? Я, кеттік. Короче, енді ұзақ жол болғасын бітіп қалмау үшін толтырып алдық. Енді кеттік барлығымыз бірге. Ой, ну, короче, достар, рөлді өзім алып алдым, потому что мына жақта Аружан, Маржан, короче, білмеймін, айта алмайды екен десем. Олардың апарған жерлер білмеймін, кәдімгі қонақ үйге сондайға апарып тұр ғой. Қой таста, біз қонақ үй емес, пикник болғасын біз, әрине достар, білесіздер ғой. Далада кайфым отыруымыз керек қой. Кәдімгі мен айтып тұрған, андай жасыл шөп тұр ғой міне. Осы жақталарға апарама десем, қой жоқ, андай қонақ үйге, болмаса манағы фонтанның мынау қасындағы бассейндерге апарып жатыр ғой. Ол жерде отыру не так, короче, болмайды. Сол үшін біз міне как раз көлге жақын жерге отырамыз деп шештік. Ол жерде как раз көл бар, ал біз машинамызды қойып, ол жерге, короче, жайғасатын боламыз. Әдемі жер ғой, достар, айтсаңыздаршы. Ну, короче, біздің пляж болды ғой мынау, міне көріп тұрсыздар ма? Осылай, короче, мына жақта бізде осындай міне демалуға болады тоже. И мына жақта мынадай немесі жайып отырамыз ғой мына жерге. Күшті ғой, табиғат аясында міне осыны айтып тұрмын ғой мен сіздерге. Ал давайте барлығында тездетіп ұйымдастырып жіберейін. Палатка жайын. О, күшті. Я, қыздар, барлығын өздерің күштеп ұйымдастырып салсыңдаршы. Ой, Сара, сен күштісің ғой, рахат қой сенікі. Енді зато мен сен осылай әдемі жер тауып бердім мен сендерге. Оның үшін мен мына барып кішкене жатып демала тұрайын. Сосын кішкене суға түсер может быть, да? Ну, короче, мен мазаламадыр, мен ұйықтай тұрайын. Ой, жақсы көрерміз. Так, оны мына аяқтың барлығын істей берейік. Ей, бос тұрма, кеттік тез. Жақсы, Аружан. Қыздар, осының іші қалай? Әдемі ғой, я? Розовый палатка, я. Та енді осының ішін безендірейік. Не қойға болады, свеча қойсам қалай болады екен. Біз осында түнге дейін қаламыз ба, кстати. Ой, ауыздарын жабылмады ғой, Аружан, Маржан. Бір адамға ұйқы бермесіңдер ғой, көбірлеп сөйлеп. Не айтып жатсыңдар? Түнге дейін қаламыз ба деймін. Енді, түнге дейін қалсақ қалай, как разынан барын істеп болғанша кешіп батады уже. Ну, короче, отыра береміз ғой. Естедіңдер, палатка көріп жатсыңдар ма? Мұнау не өзі? Немене қойып тастағансыңдар? Негізі мен айтқым келгені жерде отырамыз бар деп ойлап едім ғой. Ал мына жаққа ұйықтарымыз. Давайте жерге қойыңдаршы. Короче, тамақты мына жаққа жерге отырып жейміз ема. Енді пикникте сөйтеді ғой, ал палаткада түнде кеш болғанда ұйықтармыз. Келісесіңдер ме, қыздар? Толтырып палатка жайып кеткендері не? Жоқ, қазір жерге безендіруге жетпей қалады ғой затымыз. Так что жоқ бұлай болмайды. Өзім кіріспесем, достар. Ой, қыздар, міне осылай жүргенде кеш батып кетті айттым ғой. Типа осылай сияқты отыра салайықшы деп тұрмын ғой мен сендерге. Қыздар, міне. Мына жақта мынандай істеп жатырмын, сендер не істеп кеткенсіңдер, Ладно. Мынандай, әдемі. Тамақты осылай отыр. Ну, короче, давайте жақсы осылай отырып жей салайықшы тамағымызды, күшті. Міне, енді күшті болып жатыр. Қараңыздар, достар, біздің дастарханымызда осылай ең әдемі дәмді бургерлар тұр. И уже міне жерге осылай крем жайды, күшті свет қойып жатыр мына жақта, Маржан. И міне ең бастысы біз недеміз, әрине табиғаттамыз. И қасымыз осылай күшті көл. Және де міне достар, кекстар тұр барлығы. Мен бір жаққа кетіп бара жатырмын пока. Аружан қайда? Той пикниктен қазір басталды. Ой. Неге олай істеді? Енді отырамыз ба не, Маржан екеуміз? Ой, отырайықшы құрысын. Кел, Маржан, жақсында Аружан кетіп қалыпты ғой. Ешентпес. Бірақ енді үшімізді отырғанымыз дұрыс еді. Ладно, екі подружкаларды пикникте отырады ғой, ешентпес жақсы. Кел, отыр. Кексін дәмі кайф қой. Ой, прям күшті. Коктейль де күшті. Түнге осылай көлге қарап осылай тұрғанға не жетсін,
Я дұрыс айтасың. Сен де отырсаңшы, Маржан. Қазір. Кстати, Сара, ау не болды? Сен гитаранды алып шығып едің ғой, давайте тартсаңшы. Қалай болады екен? Тартсаңшы, енді өзіміз біз ғой, ешкім жоқ. Давайте. Жақсы. Ал күліп жүрме. Қайдағысың, күшті ғой, сәнемем жоқ. Онда кетіп бастаймын. Осыны тартайын ба? Любой, күшті кетіп жатыр. Ойбай. Қайсысы больше күшті? Так. Манағыда үшіншісін тартқаным ба? Соны тартып өшеш. Давайте. Осман? Әлі мана бесіншісін тартшы. Алтыншысын давай. Хей. Осман? Я, күшті. Болды, миым ашып кетті ғой. Бірақ сен дерзкі тартасың негізі. Жоқ, андай тағы да бір басқаша бір күшті нотадағы нелер тартып алу керек еді негізі, үйреніп. Сонда да дерзкі. Онда кеттік. Добой неміз істейміз. Давайте ойнайық. Жақсы кеттік. Қазір күт ерінді бояп алайын. Ой, сенде бір не айтеді? Қазір. Мен баскетболдың добын алып шықпын ғой. Баскетболмен қалай ойнаймыз? Апауыр ғой. Волейболдың добын алып шығып едім мен. Машина оружие айдап кетті ғой машинаны. Енді, ой, білмеймін енді. Оны күнде тиіп жатыр, басыма бар емес пе? Енді оружие алып кетті ғой, оны қалай ойнаймыз? Менде тек қана осы волейбол. Жақсы, ойнамай қояқшы. Так, онда не істейміз? Ой, күн бар емес пе? Онда кеттік, жатайық. Палатке жатайықшы. Болды, мен талдым, шаршадым. Жатып алған не? Сара, сонша не болды? Ой, енді кәдімгі шаршап қалдым, гитара тарттым, әңгіме айттым, тамақ іштім, жерді таптық, палатканы мынау жұмыс көбейіп кетті ғой. Осының ішінде жата тұрайықшы, кайф. Фото, түспейміз ба? Фото ма? Қазір түсеміз, күте тұршы.